Сәлем достар, армысыз ағайын, есім Майда Қыдырбай, арнама қош келдіңіздер. Мен әлемдегі жаңалықтарды, оның ішінде Украина Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтермен бөлісемін. Және бұл жазбаны 8 наурыз күні Испанияда, Европада жазып отырмын. Бұл күні, бұл мерекені Қазақстандағыдай үлкен атап өтпейді, әйелдерді соншалықты мәпелемейді дәл осы күні. Бірақ Европаның заңы бойынша бұл күні әйелдер өзінің құқығы үшін, өзінің теңдік үшін күрескен. Сондықтан бұл жерде әсіресе Испанияда әйел адамдарға сыйлық жасау оларды кемсіткен болып есептеледі. Сондықтан менің оқырмандарым, бірақ маған осындай жылы тілекті арнапты, Қазақстаннан жазыпты. Сондықтан сіздердің жазбаларыңызды әрине оқыдым. Бұл мен үшін өте жылы жазба, өйткені Қазақстанда бізде 8 наурызды кең көлемде атап өтеді. Әйелдер мерекесі демекші, Украинаның армиясында қазір күні 80 мыңға жуық әйелдер ер адамдармен тең дәрежеде еліне, отанына қызмет көрсетіп жүр. 2014 жылы Украинаның армиясында небәрі 16 мыңнан астам ғана әйел адамдар қызмет істеген болса, қазір соғыс басталған сәттен бастап 30 мың, одан кейін 42 мың, қазір енді 70 мыңнан асты. Олар көбінесе соғыстың ең алдыңғы линиясында, яғни нулевая линия деген болады. Ол жаумен тікелей бетпе-бет, және бірінші линия, екінші линия, үшінші линия деп кетеді. Енді оның соғыстың деңгейіне байланысты. Әрине ең қиын от пен оқ дәл осы бірінші ең алғашқы линиясында өрбейтіні анық. Дей тұрғанмен қазіргі соғыста әрине дрондар соғысы, сондықтан барлау қызметі, байланыс өте қатты маңызды. Әйел адамдар дронда да жұмыс жасайды, және қолдарына қару алып дәл майданда да жүр. Көбінесе медицина қызметкерлері, дәрігерлер де осы әйел адамдардан құралған. Жалпы Украинаның армиясындағы 80% осы әйелдер құрап жүр қазіргі күні. Сондықтан да осы әйел адамдарды Украинаның армиясында қызмет етіп жүрген, нағыз қазір елін қорғап жүрген әйел адамдарды да өзімнің атынан шын жүрегіммен құттықтаймын. Менің құрбыларымда бірі дәрігер, бірі өрт сөндіруші, және осы қолына мылтық алып, қару алып майданда жүрген Украина әйелдерде өте көп. Қазір күні енді Ирандағы жаңалықтарға оралатын болсақ, көптеген ақпарат құралдары Біріккен Араб Әмірліктері Иранға қарсы қару атты деген жаңалық өрбіп жүр желіде, әсіресе Израильдің бақ құралдары ол туралы жазады. Бірақ Иранның Біріккен Араб Әмірліктерінің ресми мәліметі бойынша олар Иранға қарымта жауап берген жоқ. Бірақ сіздер білесіздер, Иран өзінің дрондарын да, зымыранын да Біріккен Араб Әмірліктеріне қарай ұшырғаны рас. Соның салдарынан әуежай қызметін тоқтатты, және қымбат 5 жұлдызды Дубайдағы қонақ үйге келіп түскені бар сынықтары. Сондықтан әне-міне Біріккен Араб Әмірліктері Иранға қарсы қарымта жауап беруі мүмкін деген жаңалық болатын сарапшылардың айтуынша. Бірақ Иран ресми мәлімет бойынша әрине Иранға қарсы оқ атқан жоқ. Және ал Біріккен Араб Әмірліктерінен қазір күні көптеген, әсіресе Европаның елдері өзінің азаматтарын эвакуациялап еліне аман-есен қайтаруда. Оның ішінде әрине біздің Қазақстанда бар көптеген азаматтарымыз еліне аман-есен оралды. Өйткені соғыс қазір бәрібір үш ел арасында жүріп жатыр. Ол Иран, Израиль, ақш. Ал Біріккен Араб Әмірліктері Иранға өте жақын, өте таяу шығыстағы енді бай елдердің бірі, және көптеген азаматтар осы елде қызмет істеп жүргені мәлім. Оның ішінде Үндістан 52 мыңнан астам азаматын қайтарып алды. ақш үлкен 9 мыңнан астам азаматын қайтарып алды. Және Европаның бірқатар елдері күннен күнге, оның ішінде әрине Испанияда бар, өзінің азаматтарын эвакуациялап аман-есен елдеріне жеткізуде. Және Европада қайта оралатын болсақ, Европада Словакия, Венгрия Украинаға қарсы позициясын күшейтті. Өйткені 27 қаңтардан бастап дружба деп аталатын мұнай құбыры жұмысын тоқтатқаны мәлім. Бұл дружба деп аталатын мұнай құбыры Ресейден Европаға Украина арқылы мұнай тасымалдап келген. Бұл мұнай құбыры жұмысын тоқтатты. Оның негізгі салдары
Украинаның ресми мәліметі бойынша Ресейдің шабуыл салдарынан мұнайдың құбырға зақым келген, ал бұл құбыр көбінесе жаңағы негізгі тікелей ел арқылы Европаға жетеді. Оның ішінде Словакия, Венгрия, Чехия және Польша. Ең қатты зақым көретін әрине Словакия мен Венгрия. Сондықтан Венгрия, білесіздер, бұрыннан Украинаға оң қабақ танытпайды. Оның президенті Орбан және сыртқы істер министрі антиукраиналық митингке қатысқан сыртқы істер министрі. Орбан үнемі Путинді жақтап, Украинаны даттап отыратын Венгрияның осындай елі. Және менің тікелей өзімнің басынан кешкен оқиға, ол венгрлықтар босқындарға да оң көзімен қараған жоқ. Мысалы, салыстырмалы түрде айтатын болсақ, мысалы Нидерланды осы 4 жылдың ішінде, соғыстың 4 жылы ішінде Украинаға 17 миллиард евро көмек көрсеткен. Оның ішінде гуманитарлық көмек бар, оның ішінде мықты техника бар, және босқындарды қабылдауда да Нидерланды тіпті өзінің жаңағы патшасы тұрып келген үйін берген. Енді ол өте қатты мейіріммен қарады деп айтса болады. Ал венгрліктер ондай қатты қараған жоқ, және қазіргі күні енді келесі көмек пакеті Украинаға берілуі тиіс. Ол 90 миллиард евро көлемінде. Өте көп үлкен ақша. Ол Украинаға керек. Украинаның қаласы да, даласы да қатты оқтың астында ұшыраған. Сондықтан жаңағы әлеуметтік төлемдері бір бөлек, әскерлердің көмегі бір бөлек. Әрине Украина бай ел емес, өзінің мұнайын өндірмейді миллион тоннадан бастап. Сондықтан Европаның көмегіне тікелей мұқтаж елдің бірі. Ал 90 миллиард евроны егер де Украина дружба деп аталатын мұнай құбырын қайтадан іске қоспаса, біз бұл ақшаны 90 миллиард евроны Украинаға бергізбейміз деп мәлімдеді Словакияда, Венгрияда. Сондықтан қазір бұл енді саяси қысым ретінде көрсетіп отыр. Европаның 25 елі мысалы Украинаға көмектесейік деп ертең дауыс берген кезде, Венгрия мен Словакия жоқ, егерде мұнай құбырын іске қоспаса Украина тарапы, біз бұл ақшаны беруге қарсымыз деп айтуы мүмкін. Сондықтан Словакияның президенті ертең Еврокомиссияның төрайымымен кездесуге ұшып келе жатыр Брюссельге. Жағдайдың әлі қалай болатынын мен сіздерге баяндап беретін боламын. Және Зеленскийдің мәліметі бойынша дрон мамандарын Біріккен Араб Әмірліктеріне көмек ретінде ұшыруға дайын екенін айтты. Қазір енді Иранның шахед дрондары қаншама жылдан бері Украинаның аспанына тікелей қауіп төндіріп отырған құрал. Оны қағып ұстап алуда Украинаның мамандарына жететін әскерлер жоқ. Сондықтан олардың Біріккен Араб Әмірліктеріне көмекке келуі заңды да. Зеленский осыны растап, шынымен де біздің мамандар таяу шығысқа өздерінің біліктілігімен бөлісу үшін баруы мүмкін екенін айтты. Және Израиль мен Ливан арасындағы да соғыс жалғасып жатыр. Ливан арасында деп айтуға келмес, негізі Ливандағы Хизбалла деп айтуға болады. Өйткені Америка құрама штаттары бір жыл бойы Ливанның билігінен осы Хизбалладан қарусыздандыруды талап еткен. Хизбалланың қарусыздандыру, бірақ оны Ливан істеген жоқ. Сондықтан Израильдің айтуы бойынша ақш сұраған, Ливан істемеді. Сондықтан да біз Хизбалланың көзін жоюымыз керек, олардың қаруын тартып алуымыз керек деген мақсатпен осы елге де кірді, және құрлық әскерлері соғысып жатыр. Жағдайдың әрі қалай өрбитінін мен арнамда айтып отырамын. Ал сіздердің тараптарыңыздан әрине комментарий 8 наурыз күні мені де құттықтап қойсаңыздар болады. Гүлдеріңізбен, комментарийларыңызбен мен мұның бәрін оқимын, және қазақ тілді ана тілді арнаның алға жылжуына көмектеріңіз осылайша тимек. Олай болса, келесі кездескенше.